Бүгінгі таңда сапалы мамандарды даярлау мәселесі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі кітапханалар пайдаланушылардың талаптарын толық және жедел қанағаттандыруға бағытталған жаңа ақпараттық технологиялар негізінде қызмет ететін инновациялық типтегі ақпарат орталықтарына айналуда. Сондықтан жан-жақты білімді, іскер, шығармашылық қабілеті жоғары, интеллектуалдық ой-өрісі дамыған, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды талап етіледі. Қазіргі кезде кітапханаларда кітап қорын сақтаудың жолдары заманауи құрылғылармен жабдықталған. Оқырмандарға қолайлы болу үшін кітап сөрелерін арнайы роликтер арқылы жылжытуға болады. Қазіргі кезде кітапханалардың форматы да өзгерген. Бұл жерде кітап берумен ғана емес, жастардың әлеуметтік әртүрлі жобаларды жүзеге асыратын жайлы коворкинг орталықтарына айналды. Тіпті ұлттық құндылықтарымызды сақтап, арнайы бөлмелер де қарастырылған. Мұның өзі оқырмандардың кітапханаға деген қызығушылығын әрине арттырады. Сонымен бірге қазіргі кезде кітапханаларда мектепке дейінгі балалардың қызығушылықтарын арттыру үшін 3D форматтағы кітаптар да бар. Сонымен бірге жасөспірімдерге арналған комикс жанрындағы кітаптар да кітапқа деген жастардың қызығушылығын арттыруда. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 4-ші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дәстүрлі кітапхананың ағартушылық рөлі ешқашан мәнін жоғалтпайтынын айтқан еді. Сондықтан кітапхана, оның ішінде оқу сауаттылығын арттыру туралы мәселелер мемлекет деңгейінде көтерілуі қазіргі кезде кітапханашылардың жауапкершілігін арттырады. Осыдан туындайтын тағы бір мәселе жұртшылықтың кітапхана мамандығына деген көзқарасы, жастардың осы мамандыққа деген қызығушылығы болып отыр. Елімізде қанша көпшілік кітапханалар мен оқу орындары, оның ішінде мектеп, колледж, жоғары оқу орындарының кітапханалары болса, сонша кітапханаларда жұмыс орындары бар. Еңбек нарығында кітапханашыларға деген сұраныс бар.